Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін қимақ дайындаймыз. Оладьи. Ол үшін бізге бір кесе кефир керек, қолдың айраны, 2 жұмыртқа, сырты жуылған, қасықтың ұшымен кішкене тұз, сода, ас содасы, чай қасықпен 3 қасық қант. Енді осыны араластырып аламыз. Араластырып алдық. Енді ұн қосамыз. Қамырымыз сметана сияқты қою болу керек. Таңертеңгі шайға өте керемет ас. Енді біраз саламыз. Бір қасықтай. Мінекей. Қоюлау осындай болған дұрыс болады. Мінекей. Осындай қою болу керек. Бір 10 минут қойып қоямыз. Одан кейін араластырмай, сол күйінше табаны қыздырып, май құйып пісіре бастаймыз. Қазір көрсетемін. Мінекей, қамырымыз көтерілді. Қимақтың қамыры көтерілді. Кішкене май құямыз. Көп керек емес. Кішкене құямыз осылай. Майды қыздырып аламыз. Осылай кішілеу саламыз. Осылай ауыстырамыз. Бір қолмен маған ыңғайсыздау болып тұр. Телефонды ұстап тұрмын. Кешірім өтінемін. Мінекей, түрі де керемет әдемі. 2 жұмыртқамен осындай керемет ас болады таңғы чайға. Мінекей пісті. Оладьйіміз, қимағымыз енді аламын. Мінекей қимағымыз пісіп жатыр, өте әдемі болып. Мінекей, құрметті көрермендер, оладьйіміз дайын болды. Дәмі өте керемет болыпты. Таңертең асқа пісіріп жесеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліңіздер. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.